Кесір келіннің қиянаты. Өмірде болған ой саларлық оқиға. Айым бүгін төсегінен кештеу тұрды. Соңғы кезде осы бір екі бөлмелі үйде жалғыз тұрғалы түні бойы ұйықтап та қарық қылмайды. Күндіз далаға шығып көрші қолаңмен кәкір-шүкір әңгіме айтып уақыт өткізеді. Ең қиыны түн мезгілі. Өткен күндерін ойша ғана електен өткізіп, бір күрсініп қойып, көрпесін көктеп отыра береді. Айым 5 ағайынды еді. Сол 5 баланың екіншісі болды. Әкесі өмірден ерте кетті. Ағасы колхоз жұмысымен жетім балдар мен жесір аналарды асырау үшін күні-түні еңбек етті. Айымда қылтиып қыз болғалы өзінше өлең жазатын. Алғашқы махаббат сезімдері де бой көтере бастады. Сүйген жігітін әскерге шығарып салып, мектеп бітіріп, ауылда совхоздың қара жұмысына қала берді. Армандары көп еді. Алматыға барып, журналистикаға түсу басты арманы еді. Дегенмен қысқа жіп күрмеуге келмей, айым жүрегіндегі армандарын совхоздың сауыншылығына айырбастап, бір күнде сауыншы боп шыға келді. Күндер өтіп жатты. Сол бір күз айымның өмірін мүлдем басқа арнаға бұрып жіберді. Жұмыстан келген айым үйдегі бөтен адамдарды көріп, жатырқай амандасты. Бұл адамдар көрші ауылдан келген кісілер еді. Сөз барысынан түсінгені өзіне құда түсіп келіпті. Айым бір күнде қыз дәуренімен қош айтысып келін болып кете берді. Әскердегі зейінге қысқаша ғана хат қалдырып, тағдырына қарсы тұра алмайтындығын түсіндіріп, тұрмыс құрып кетті. Айымның ойында тек қана ауру шешесі мен бауырларымды жеткізсем, 30-дан асқан ағамды аяқтандырсам деген ғана ой болды. Барған жері кемпірі өлген шал мен қайнысы және айымның күйеуі бар шағын отбасы екен. Күйеуі көрікті жігіт, милиция қызметкері екен. Айымның сыртынан естіп, біліп осы шаңыраққа ие болады деп алса керек. Өмір өтіп жатты. Айым ағасын үйлендірді. Келген жері ауқатты екен. Ауру шеше мен бауырларына көмектесіп те тұрды. Айымның тағдырының ауыр сәттері басталған еді. Себебі күйеуі қызықты сырттан іздейтін адам болды. Айымның барлық қуанышты да өмірінің мәні де балалары еді. Сырт көзге бақытты боп көрінгенімен өмірі күреңсіз өтіп жатты. Күйеуі ерсін алақандай ауылда ауыздыға сөз болып көрікті әйелдердің соры болды. Ең сорақысы соңғы уақытта ішімдікке де әуестеніп кеткен еді. Үйге келіп себепсізден айымды таяққа жығатын. Келініне араша түскен кәрі әкесі мен інісіне де жауласып алды. Ерсіннің қызметтік дәурені көп алысқа бармай, ішімдік пен жеңіл жүрістің кесірінен қызметтен қуылды. Басқа бір жерге қоныс аударылды. Кезінде милиция қызметкері болған Ерсін бір күнде қойшы болып шыға келді. Айымның балалары өзіне қолғанат болатын жасқа да жеткен еді. Атасы болса бақилық болып кетті. Ерсін бәрібір сол ащы суын тастамады. Айымның да сол 2 күннің бірінде таяққа жығылуымен күндері өтіп жатты. Әр жылаған күндерінде айымды өмірден күдерін үздірмеген балалары еді. Осылар өссе бәрі де ұмыт болар деумен өмір өтіп жатты. Арада бір талай жылдар өтті. Ерсін де арағын қойғанына 1 жыл уақыт болды. Айымның бақытты күндері басталғанда еді, бірақ бұл қуаныш ұзаққа созылмады. Ерсін аяқ астынан басына қан құйылып, бір аяқ бір қолы жұмыс жасамай мүгедек болып қалды. Апармаған жері көрсетпеген дәрігері қалмады. Сөйтіп жүргенде ұлы үйленетінін айтып бір қуантты. Түнімен қиялға берілген айым келіннің түрін, ол келгендегі қарым-қатынасты бәрін ой елегінен өткізіп, сөйлей алмай қалған Ерсінге қуанышын айтумен болды. Келін келді. Жалғыз ұлдың тойын елден қалыспай айымда өткізді. Мейірімге толы жүрегі, қосағы, балаларының әкесі Ерсіннің тойда бір ауыз тілек айта алмағанына іштей қынжылып,
көз жасын сүртіп Айым да тойды өткізді. Бір кездегі Айымның өмірін өксітіп, талай таяғынан денесінде із қалған ерсін де бұл күнде жас балаша жаутаңдап Айымды іздейтін. Себебі оның ымына бұл үйде ешкім түсінбейтін. Айымның көргенінен көрмегені көп екен. Жалғыз келін қиялындағыдай болмады. Сұлулықты үйіп төгіп берген жаратқан бұл келінге мінезі де берген екен. Тікбақай, аузынан сөз шықпайтын, сазарып отыратын адам еді. Жалғыз ұлы да жайменен әйелінің айтқанына көне берді. Тұрмысқа кеткен қыздары келсе де жеңгелерінің мінезін біліп, көп аяңдамайтын. Көп ұзамай дүниеге немересі келді. Баласы мен келіні атын өздері қойды. Сонда да ештеңе айтпай жаны немересінің үстінде еді. 48 жасында мүгедек болған ерсін 6 жыл жатып өмірден озды. Заманның аласапыран болып жатқан кезі, ауылда жұмыс жоқты сылтауратып, келін мен бала немересін алып қалаға кетті. Айымда ауылда көп отырмай, бар жиған тергенін сатып қалаға келіп, үй алып келін баласымен бірге тұра бастады. Бәрібір кесір келінге жақпады. Баламның бақыты үшін осылар ажыраспасын деп Айым өзіне бөлек үй алып кете барды. Бір кезде анашым, мен сені өмір бойы бағамын, сені жылатпаймын деген жалғыз ұл әдемі келіншегінен шыға алмады. Әйтеуір қыздары келіп кетіп тұрады, дегенмен де жалғызының орнын ешкім баса алмайтын. Немересін сағынғанда қалаға барып приискеп қайтады. Қиын күндерінде үміті болған жалғызының өзін іздемейтіні жанын жейді. Өзін құрбандыққа шалғандай болып, сүймеген адамның етегінен бауырлары мен ауру анасы үшін ұстағанына кей кездері қатты өкінеді. Үміті жалғыз ұлының әйелін жұмсап, немересінің қызығын қызықтау еді. Ол да орындалмас арман болғалы қашан. Терезеге қарап, немересін жетектеп бара жатқан кейуанаға қызғанышпен қараған Айымның өмірі осылай үміт пен өкінішке толы еді. Ертең сенбі екен. Есіне түскен Айымның жүрегін қуаныш сезімі тіреткізді. Себебі немересін көруге барады. Айым апа ыңылдап жүріп немересіне апаратын сыйлықтарын жол сөмкесіне салды. Немересін көруге баратын бір күні Айым апаның өмірінің ең жақсы сәті болар бәлкім.